Мен YouTube көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін сол сіздерге тауық түсірейін деп, қазір сағат таңертең. Жаңа 1 сағат бұрын жемден беріп тастағам. Так, ухилу. Короче, бүгін жұмыртқа алып келді ғой деймін. Бағана қарағам гнездасын. Яғни ухилудің жұмыртқа алып келіпті. Бүгінге. Так, мына жақта балапандарым. Кеше жем алып келгем, сол бидаймен жүгермен бидай алып келгем. Мына жақта ана сатылатын балапандар. Енді көрем, бұлар сатылмаса енді өзіме қалдырам енді. Өскенде сат жіберетін шығармын. Так, бұларға бұларға қант пен су беріп жүрмін, аналарға. Қант пен су, сосын кейін жұмыртқа пісіріп беріңіздер. Жұмыртқа тез тоже көтеріп жүреді. Балапан, міне кешегі жем, короче. Бидай, жүгері. Бидай, жүгері. Осындай алдық, короче. 7 килограмм алдық. Таңертең сол бергем. Кеше бітіп қалған, сол кешкі жақын жем бітіп қалған. Son достар, новый порода алып келдім өзіме енді. Бұйыртса осы порода мен айналсам тоже. Қандай порода деп ойлайсыздар? Міне Лигорн Далматинец деген порода. Мына балапан мында қала кіріп кеткен. Көріп тұрсыздар ма достар? Балапан дейтіндей, кішкентай дейтіндей. Мына жаққа кіріп кетіпті. 2 балапан, біреусінің басы, біреусі. Мен шығарып алайын, соны сіздерге түсірем. В общем, достар, шығардым. Мынау қысылмапты, оказывается, достар. Ойлаңыздаршы, мына тесіктен кәдімгідей кіріп шығып жүр ғой, ары-бері ойнап. Міне суточный балапандар, Лигорн Далматинец пародасын білетін шығарсыздар. Қазір экранға үлкендерінің фотолары шығады. Осы экранға. Қазір көресіздер ересектерін. Өте активный, жалпы міне жем суы, жем ішіп тұр. Мынандай картон қойып қойдым. Ана аяқтары қазір 1-2 күн үлкейіп не алғанша картоны жүреді. Міне брудерға сақ қойдық. Брудердің іші жылы. Бұйыртса енді ертеңнен кейін балапандар шығады. Өзім балапандарым. Ломон Браун мен полевой кох. Ойбай. Мына жақта дейтін шыбын қаптап кетті. Неге дейсіздер ме екен? Мына жақта көршінің туалеті бар. Осы мына жақта стеннің артында. Содан ошым қаптайды. Так, мына жақта жұмыртқа басып отыр ғой. Тұрғыз жерін. Туа берсін. Туатын тауық қой. Шым туайын деп отыр ғой. Так, мына жақта кухенкиндарым. Что-то ана кухенкин кеше жұмыртқа алып келмепті. Бүгін міне алып келіпті. Міне бір жұмыртқа жатыр. Жаңа свежий алып келген ғой, таңертеңгісін. Обычно бұл кухенкин кешке алып келуші еді. Уже таңертеңгісін алып келе бастапты. Енді жаз келді ғой. Енді тауым тұрып кетпесін, мен кетіп қалайын. Осы енді бәрі жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Енді бұйыртса. Комментарийда жазып отыр дейтін, кәдімгідей. Инкубаторын түсіш, жұмыртқа салдың ба, жинаған жұмыртқаны көрсетші деп. Сол енді бүгін енді аны жол кешкі жақын салам ба деп ойлағам, енді уақыт нетпей алды. Үйде кісілер оқалды. Енді бүгін кешке салат жарым, или обедтен кейін қазір көріп жатам. Қазір осы видеоны салып салғаннан кейін салам ғой. Короче. Сол, жалпы міне жем жеп тұр. Міне өйстіп суға шылап берем жемдерін дейтін. Осы жаққа енді финиш себетін бұрын. Финиш сеппейм. Солай балапандарға айтуды ұмытып кеттім. Старт алдық. Міне. Мыналар дейтін. Ұйықтап жатыр ма? Әлі андай мас болып тұр кішкене. Өйткені кеше ана шыққан балапандар. Почти бүгін 1 күн болды енді бір. 3-4 күннен кейін уже нормально болды. Сол. Мыналарға енді кәдімде жем беріп жатыр. Мыналарды өсіртіп жатырмын. Мыналар құсап. Мыналар енді дәу болып кетті ол кәдімгідей. Мыналар енді қазір кішкентай болып тұр. Міне қазір өсіп жатыр уже ақырын. Міне мынау кішкентай кучин, мынау дәу кучин. Міне атеш мынау. Анау да атеш қойдым походу. Сол. Мына жақта балапандарын түсіріп кетейін сіздерге. Жалпы өздеріңіз қалайсыздар, комментарияға жазып кетіңіздер.
Қалдарыңыз қалай? Біздің қал ақырындап шүкір. Балапандарыңыз қалай? Бақыттарыңыз қалай? Құстарыңыз қалай? Міне мына балапандар. Бұл дейтін сол төбелескіш балапандар. Енді көрем, енді 1-2 күнде шығарып қалатын шығармын. Мына жаққа дейтін 1-2 күнде шығаратын шығармын. Мына астындағы қораға. Сол міне шөп жылып бергенбіз. Кеше түсіріп кеттім ғой, ана жақта тұрған көп шөпті. Осыларға ақырындап күнге беріп отырам. Міне мына балапандар полубрама. Негізі өзіме қалдырғым келіп тұр енді, бірақ та семірту керек бұлар дейтіндей. Біреусі кетейін деп тұр, аяғы не қылып қандай. Или ұйықтап отыр ма білмедім. Может аяқ тоңып қалған шығар. Нетем. Бұлар енді қазір ешкім звондаған жоқ әзірге. Сатып алатын адам. Пока что мында жібере тұрам ба деген ой болып тұр енді. Өйткені аяқтар тоңып отыр уже. Бәрі бірге жүре берсін, оны не қылам. Жеке ұстап. Мына жақта да орын жетеді жалпы. Міне. Бірталай орын бар. Аналар сият. Просто сатып аламын деп басқа жаққа оқып қоямын ғой. Мыналарды енді өзіме қалдырамын ғой. Аналарды сатамын, содан аналар сатылып кетсе, сол жаққа қойып қоямын, в общем. Енді кім алады, енді YouTube көрермендерім бар ма, алатын скидкамен берем. Подписчиктарым болса, алғыларыңыз келсе, міне полубрама, міне аяқтарында жүндері бар. Бір ай болған жоқ әлі. Где-то қазір айтам 25 күндей болды ғой, примерно. Сондай болды. Ірі келген, иммунитеттер жақсы. Енді ана аяқтағы балапан болмаса, о аяқтағы балапан ито. Жаңа просто аяғын көтеріп тұрған ғой. Қанатын шығарайын дейін ба, бірдеме. Жалпы тамақ жеп тұр, міне су ішіп тұр. Әне тамақтар уже таусылып жеп тұр кәдімгідей тамақ. Енді көріңіздер өздеріңіз ыңғайларыңызға қарай. Алам деушілер болса комментария жазыңыздар. Ол сөйлесеміз содан кейін. Нетсе, алмасаңыздар өзіме қалдырам. Енді бұларды мынандай қылып өсіру керек енді. Мына дейтімен жатыр міне. Семіріп. Кәдімгі дәу болған бұлар. Сол достар. Кеше сол жер қазған мен. Қазір көрсетейін сіздерге. Қызық болса енді. Қызық болмаса видеоны осы жерден тоқтата тастасаңыздар болады. А если қызық болса, міне, в общем, осы жаққа жер қаздым, енді қиярдың рассадасын алып отырғызамыз. Кімге огород қызық соған көрсетіп отқанмын. Міне, в общем, сосын кейін аяқта картоп уже өсіп қалды, ана жолы түптеп қойғам. Ақырында өсіп жатыр. Дейтін жаймен. Қазір аналардың стартын көрсетіп кетейін сіздерге. Так, міне, жоқ, бидай. Мына шелекте тұрған бидай ғой. Оған қазір ана дробленканы салдықтан. Так, мына жақта ойын, по-моему, шатыспасам. Старт. Да, осы. Міне, осы старт. Өзіміздің Талдықорғанске. Осы жақта, Үштөбе жақта шығарады бізде. Дейтін. Сол енді достар. Сау болыңыздар. Ауырмай сырқамай жүріңіздер. Ассалаумағалейкум.